Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді, жұмсақ болып пісетін песочный тестадан жасалынатын печенье рецептімен бөлісетін боламын. Ішіндегі начинкасын неше түрлі етіп өзгертсеңіздер болады. Мен алма қосып жасадым. Ең алдымен 2 алманы жақсылап жуып алдым да үккіштен жақсылап үгітіп алдым. Керекті ингредиенттердің барлығын описание бөліміне жазып қоятын боламын. Енді осы алманы таза табаға аламын да қыздырып, сол табаға қуырып аламын. Яғни үстіне қант салып, және қалауларыңызша корица салсаңыздар болады, лимонның цедрасын салсаңыздар да болады. Осылайша араластырамын да жақсылап қуырып аламын. Үккіштен өткен алманы өзінің соғын шығарып, сол соқты өзіне қайтадан сіңіргенше пісіріп аламын. Таза ыдысқа сары майды саламын, жұмыртқа саламын. Бір үлкен қасықпен көз мөлшерімен салдым, бір үлкен қасықпен күнбағыс майын саламын және қаймақ салдым. Жақсылап араластырамын. Бір қасық ванильді қант және бір қасық қамыр қопсытқыш, яғни разрыхителді саламын. Өзімізге керекті мөлшерде етіп, ұнды саламын да жұмсақ етіп қамыр илеймін. Егер де сіздерге менің видео рецепттерім ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер каналыма жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылыңыздар. Міне қамыр бізде дайын болды, жұмсақ болып шығады. Тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып аламын. Енді астына пергамент қағазын төсеймін да, осылай 4 бұрышты етіп, оқтаудың көмегімен жайып шығамын. Менің YouTube каналымда бұдан басқа тағы да неше түрлі тәттілердің, бәліштердің рецепттері бар. Сол жерден тағы да өздеріңізге қарасаңыздар болады. Мен қамырын жайып болдым, дайын болды. Қатты жұқа етпейміз, қатты қалың да етпейміз, орташа размерде жасаймыз. Меніңкі шет жақтары дөңгелек болғандықтан, шет жақтарын 4 бұрышты етіп кесіп алдым. Енді ортасына салманы саламын. Видеодағыда көріп тұрғандарыңыздай алманы толықтай суытып алғаннан кейін, видеодағыдай шет жақтарына алманы орналастырып шығамын. Тегіс етіп орналастырып шығамын да, қамырды ортасына бекітемін. Яғни қатты қысып бекітіп шығамын. Жан жақтары ашылып кетпес үшін қатты қысқылап, осылай қамырды бірін-біріне бекітемін. Видеода көріп тұрғандай тегіс етіп кесемін. Екінші қамырды алып қоямын, оған тағы да печенье жасайтын боламын. Енді кесіп шығамын, ара қашықтығын шамамен 3-4 сантиметр етіп кесемін. Противенге орналастырамын да, қызып тұрған пешке 15-20 минутке пісіріп аламын. Осымен біздің печеньеміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып шығады. Песочный тестомен жаңағы қайнатылған алманың рецептімен дайындап көрсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлназ, келесі видеода кездескенше.